саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз математика пәнінен ашық сабағымызды бастаймыз. Ашық сабаққа белсене, жақсы көңіл күймен атсалысайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 8-9 сандарына көбейту және бөлу кестесі. Сабағымыздың мақсаты 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу кестесін қолдануды және құрастыруды үйрену. Күндей жарқырап, айдай арайлап, жұлдыздай жарқырап, судай таза көңілмен математика сабағын бастаймыз. Ал енді балалар, математикалық домино ойыны арқылы өткен сабақты есімізге бір түсірейік. Ал енді бүгінгі жаңа сабағымызда 8 санына көбейту және бөлу кестесін өтеміз. Балалар, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қоянның әрбір секіргені 8 бірлікке тең. 3, 6, 8 секіргенде неше бірлік бар? Қоян 3 рет секіргенде 24-ке, 6 рет секіргенде 48-ге, 8 рет секіргенде 64-ке тең. Жарайсыңдар балалар. Ал олай болса, 8 санының көбейту кестесін жатқа айтып үйренейік. Саламатсыздар, мен тәуелсіз айтуға дайын. 8 жерде өрін, 8 жерде өрін, 16 8 жерде үшін, 24 8 жерде 4-ін, 32 8 жерде 5-ін, 40 8 жердегі 6-ын, 48 8 жердегі 7-ін, 56 8 жердегі 8-ін, 64 8 жердегі 9-ын, 72 8 жердегі 10-ын, 80. 9 санына көбейту және бөлу кестесі. 9-ды 9-ға көбейтсек 81, 81-ді 9-ға бөлсек 9 саны шығады. Ал енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Қоянның әрбір секіргені 9 бірлікке тең. 3, 6, 8 рет секіргені неше бірлік? Қоян 3 рет секіргенде 27-ге, 6 рет секіргенде 54-ге, 8 рет секіргенде 72-ге тең. Жарайсыңдар балалар. Тапсырманы өте мұқият орындадыңдар. Ал енді 9 санының көбейту кестесін жатқа айтып үйренейік. 1-ім 9 жердегі, 2-ім 18 9 жердегі, 3-ім 27 9 жердегі, 4-ім 36 9 жердегі, 5-ім 45 9 жердегі, 6-ым 54 9 жердегі, 7-ім 63 9 жердегі, 8-ім 72 9 жердегі, 9-ым 81 9 жердегі, 10-ым 90. Ал енді балалар, үшінші тапсырманы мұқият оқып шығып, есеп бойынша өрнек құрыңдар. Шығарамыз. Шарды 1 7 килограмм 56 килограмм қой шешуі 56 килограмм бөлу 7 килограмм тең 8 қой. Жауабы үй иесі 8 қой қырқан. Шарды 1 қойда 6 килограмм, 8 қойда. Біз оны білмейміз. Шешуі 6 килограмм, көбейту 8 тең
48 килограмм. Жауабы 8 қойдан 48 килограмм.